Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен. Бізде балапандар шығып бітті. Бәрін брудерге салып қойдық. Алла жазса, осыларды өсіріп қатарға қосатын боламыз. Бұл жерде менде чисто кучинский мен австралорд деген порода. Қаралары австралорд, сарғыш қызғылттары кучинский юбилейный, окаймленный деген порода. Өзімдегі тауықтар үйдегі. Тауықтарға келетін болсақ, өзімде сол чисто кучинскийді алып қалдым. Қалған домашний бар, басқасы бар, брама бар, бәрін сатып жібердім. Енді сол биылдыққа осы австралорд пен кучинскийдің балапандарын өсіріп шығарамыз. Так. Бұл балапанның бәрі инкубатордан шықты менде. Соңғылары бүгін шығып бітті, енді қалғандары тесе алмады. Тесті, бірақ жарып шыға алмады ғой. Ондай балапандарды бұрын алдында өзім қолмен көмектесіп шығаратын болатын. Қазір олай істемейтін болдым. Себебі өз тесіп шықпаған балапан жұмыртқаны ол бәрібір слабый болады, артынан дұрыс болмайды. Дұрыстап қарамаса өліп қалады екен. Сол себептен шығармайтын болдым. Өз күшімен шықпаса лучше шығармай қойған дұрыс, өйткені дұрыс жетілмеген болады, олар слабый болады. Сол себептен жарып шыға алмайды. Сондықтан инкубаторға жұмыртқа салған кезде 22-23 күнге кетіп қалса жұмыртқалар тесіп тұр, дауыс шығып жатыр, тұмсығы шығып тұрады біреулердің. Ондайларды алып әуре болмасаңыздар болады, өйткені ол балапан шыққан күннің өзінде бәрібір слабый болып қалады. Ақсақ болады, инвалид болып қалады, аяқтары дұрыс болмайды, жүре алмайды, сондай болып қалады. Сол себептен өз күшімен шыққан балапандарды ғана шығарасыздар, болды. Так. Жемін суын қойып қойдым, пока енді астына осылай мата төсеп осылай ұстайтын боламыз. Бір аптаға дейін, өткен аяқтар сеткаға үйренбеген, бұлардікі слабый, әлсіз болады, аяқтар батып кетпес үшін осылай астына мата төсеп қоямыз. Сосын бір аптаға толғанда, бір аптадан өткен кезде матаны полный алып тастаймыз. Сосын өздері үйреніп кетеді дальше. Осылай қолмен шұқып осылай берсеңіздер, міне жем-жеп үйренеді негізі. Олай көрсетпесеңіз үйренеді, бір-бірінен қарап, бірақ осылай арасында кеп қолмен шұқып көрсетем. Өздері шұқып жеп қоятын. Қазір старт салып қойған астына. Бір айға дейін осы стартпен тұрады чисто. И суына витаминдер қосып беріп отырамыз. И балапандар үшін нормально болып кетеді, оған аттай болып кетеді. Жалпы осындай где-то примерно 70 жұмыртқа аплод болды, соның бір 60 шақты шықты ғой. 10 шақты жұмыртқа қалып қойды, тесе алмай. Қалғанның бәрі осылай аман-есен шықты. Енді бұның біразы қораз болады, біразы мекен болады. Көреміз енді. Пока осылай балапандар бірінші күндері ұйықтайды, тұрады, су ішіп үйренеді. Қазір мына жерге екінші суды қойып қоям, екінші жағына. Сосын суды ақырын ішіп үйренетін болады өздері. Біздегі жаңалық осы. Бізде тағы құрық. Осы инкубаторға салғанда бір тауық жатқызған брама. Солда балапан шығарды, бірақ брама деген алдында маған ескертіп айтқан, негізі білетін кісілер.
дұрыс шығара алмайды, өзінің балапандарын езіп тастайды. Сол рас екен негізі. Осы 14 жұмыртқа салған ба, астына соның бір 4-еу ақ шықты ғой. 3-4-еуін мыжып өлтірген, қалғанын басып шығара алмаған үшін. Тоже қазір видео болады ол жайлы. Енді Кучинский деген тауықтар балапанды керемет шығарады екен, вообще пысық болады. Балапан четко шығарады, ешқандай мыжып тастамайды. Олай әдемілеп шығарады екен Кучинский деген. Өзім соған көзім жетті, алдында кісілер айтатын, Кучинский жақсы шығарады деп балапанды. Сол рас екен действительно. Көріп тұрғандарыңыздай аздап суды ішіп үйреніп жатыр. Жем жеп үйреніп жатыр әне өздері. Ақырында болса ерініп кетеді өзі. Балапанды ал. Шөлдеп тұр ғой деймін. Так, бұл бізде инкубатордан шыққан балапандар. Так, бізде тауықтар далада жел болып тұр, масқара. Тауықтар шығарып жүргем жаңа. Біздегі мына жақтағы жаңалықтар, мына жұмыртқаларды жинап алғанбыз, негізі тағы туып кетті. Так, жып-жылы. Мынау да жып-жылы. Қазір ғана туған ғой екеуін. Так, мында менде брамалар. Бұларды жай салғам ғой жұмыртқалармен бірге. Осылай шықты. Бұларды енді отдельно семейка ұстап, сосын кішкене өзге сатып жүрмін. Ойбай. Так, мына жақта бізде біздің мекендеріміз. Бұл жерде тоже Кучинский мен Австралорд деген порода балапандар. Мына бір балапан ерекше, басында шапкасы бар, білмем қайдан шыққанын, қалай шыққанын. Сосын тағы бір балапан бар бізде. Сондай шапкасы бар, басында қап-қара. Ол да әдемі. Енді ол смесь қой, уже домашний тауықтар. Қалғандар көріп тұрғандарыңыздай, мыналар Австралорд, мыналар Кучинский. Мына жерде бір пример. Мә, осылай. Есікті ашасың, сразу шығып үлгереді ол сыртқа. Ой-май. Балапандарды кіргізіп қойдық. Жемдері комбикорм қосып жатырмын, қазір бидай бар, жемдеріне қосып. Сосын жаңағы суданка дейма, орысшасы, қазақшасын білмейді екен не екенін. Айтқан күрмек па, сондай қылып, мен сондай қосып беріп жатырмын қазір. Күрмекті онша жемейді, бірақ басындағы қарағанда кішкене жеп жүр қазір. Ол да жақсы көмектеседі дейді, білмеймін балапандарға.
көреміз қалай көмектеседі. Так, бізде құрықтың шығарғандары мынау. Шығара алмай қалғандары, то есть. Брамамыз біздің мұнда. Көрсетем, астында Кучинский ғой балапандар. Кучинский жұмыртқасын салған. Сол Кучинский балапандар шықты. 4-ақ балапан бірақ. Брама көңілден шықпады балапан шығару жағынан. Сосын мұнда домашний тауық бар менде. Ол да дұрыс шығарған жоқ балапанды. 13 жұмыртқа салған, содан 2-ақ балапан шығады. Қалған бәрі шықпады. Так, өзін жұмыртқалап жүр бізде. Скоро бөліп тастайын балапандарын. Мына жаққа қосып тастайын ғой үшін балапандарды. Так, бұл бізде садик. Ана жақта бізде молодняк. Бұлар уже өсіп қалған. 2 айлықтары бар. Олар примерно 2 айдан асқандар. Кучинский мекендер. Мынау вообще окрас керемет болып шықты. Қан жаңартылған бұлардың. Сол себептен енді әдем болып шықты осылай балапандар. Сицевый дейді. Сицевый болып шықты. Көреміз қалай өскенде вообще әдем болатын окрас. Жалпы осындай Кучинский деген тауықты ұстасаңыздар вообще керемет тауықтар. Өзіме қатты ұнады. Акрасында жоғалтпайды өзінің. Мысалға мен биыл жұмыртқа басып шығарған тауықтар, олар былтыр инкубатордан шыққан тауықтар. Мен алар кезде айтқан маған, бұлар качествосы бар ғой өздерінің, сонысын жоғалтпайды десек, таза ұстасаң қанын деп. Бұлардың характеристикасында айтылған, негізі интернетте қарасаңыздар да болады. Жұмыртқа басып шығарады өздері, балапан басып, то есть. Соған толық көзім жетті, қанын таза ұстап көрдім. Жаңағыдай качестволарын жоғалтқан жоқ. Акрастары да бұзылмайды өздерінің. Енді біреу, екеу болады. Арасында қанаттарына ақ бір нелер қосылып кетеді, оларды сразу алып тастап отырам. Былтыр отбраковка жасағанда солай алып тастаған. Сол сияқты Кучинский юбилейный деген тауық ұстасаңыздар, өкінбейсіздер. Отыр міне. Жұмыртқа туу да жақсы, көп ауырмайды. Так, мына жақта бізде Барковский хораздар бар, Кучинский хораздар бар. Барковский мен Кучинскийдің аралас тауықтары бар. Бұлар уже өсіп қалған. 1-2 айда уже жұмыртқаға да кіреді. Так, міне осындай. Уже қораздар тауықтармен бірдей болып қалды. 3 айдан асты ғой енді. 3 айдан асқан қораздар тауықтармен бірдей болып қалды. Осылай әртүрлі окрастан алып қалғам өзім. Мынау темный лау. Көреміз, қанатында ақ нелері бар. Ағарласып кеткен, олар кетпесе алып тастаймын.
Кесек кетіп қалса өсе келе алып қаламын өзіммен. Ал мынау енді таза Кучинский қызыл қораз. Осы жерге құмар әйтеуір білмеймін. Осы жерге кіріп алады. Мына жерде араласып жүрген күрік тауық басып шыққан балапандар бар. Бұларды отдельно ұстап жатырмын қазір. Ертең кішкене өскесін аяқтарына кальций тағып қоямын. Сосын бір-екі сұрапты, қораздар қайда деп, қораздар міне бәрі. Сатылғаны сатылып жатыр, шетінен сатылмағаны осылай бағып жатырмыз. Кішкене өскесін. 3 айдан аса бастағасын сойып ұстап отырам. Сорпаға бір нәрсеге пайдет. Оны толықтай өсіріп жетілу үшін, 4-5 ай уақыт кетіп қалады ғой. Оған 4-5 айға дейін ұстауға жүрген. В общем, бүгін желді бала. Біздегі жалпы жаңалық осындай. Там таппай қағандай. Аның ішіне кіріп алып томалар. Жалпы ағайын осы біздегі жаңалық. Аман сау болыңыздар. Біздегі балапандар осындай өсіп жатырмыз.